Жайық жағасындағы шаһар халқы жыл санап өсіп келеді. Биыл 300 мыңнан асты. Сәулетті қаланың дәулеті де артқан. Өткен жылы өнеркәсіп өнімі 11%-ға өсіп, 112 миллиард теңгені құраған. Кәсібін нәсіп еткендер саны 29 мыңға жетіп отыр. Индустрияландыру картасы бойынша 11 миллиард теңгенің 23 жобасы қолға алынды. Әлеуметтік салада да ілгерушілік бар. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша 230 адам нәпақасын тапқан. Көптеген әлеуметтік нысандар, тұрғын үйлер бой көтерді. Мысалға, қаламызда 600 орындық мектеп, 350 орындық балабақша, 250 адамды күніне қабылдайтын емхана және күніне 75 адамды қабылдайтын амбулатория ашылды. Сонымен қатар, қолжетімді баспана 20-20 мемлекеттік бағдарламасы бойынша 47 мың шаршы метрлік 8 үй салынды. Қаладағы 26 тынымбақ жаңа түрге еніп, шаһардың шырайын ашты. Қазіргі таңда тұрғын үйлерге қарасты 400-ге жуық аула алаңы бар. Соның 70-ін кісі қызығарлық қалыпқа келтіру үшін 230 миллион теңге қаралмақ. Әр сала бойынша өткен жылды қорытындылаған әкім көкейдегі сұрақтарға да жауап берді. Қар ерісі жыл сайын суға кетіп, әуре сарсаңға түсетін Шеткі ауданының тұрғындар сауалына былай дейді. Қаламызда жартысында асфальт жоқ. Бірақ біз жоқ деп отыра бермей, жұмысты жасап жатырмыз. Жоспар бар. Бірақ жақсы ауылды үстіміздегі жылғы жоспарда жоқ. Транспорт жүретін, салмағы көп түсетін жолдарды жасаймыз. Қала тұрғындар ең көп жүретін жолдардан бастамақпыз. Қалғаны бірте-бірте болады. Бас ауыртып балтырсыздатқан баспана мәселесі өткір талқыланды. Қазір қала бойынша 13 мың адам кезекте тұр. Бұл істі қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша біртіндеп шешеміз дейді әкім. Ал жерге қатысты мәселе күрделірек. Жер аламыз деп ұзын саны 65 мың адам өтініш тапсырған. Сондықтан қала шекарасы келешекте 5 мың гектарға ұлғайтылатын болады. Қаламыздың қақ ортасында орналасқан Зенит мәдениет сарайы және Зенит спорт сарайы бар. Сол спорт сарайы мен мәдениет сарайының есігі көбіне жабық болып тұрады, яғни жастарымызға кіруге мүмкіндік шамалы. Осы мәдениет сарайы мен спорт сарайы мемлекет меншігіне қайтарып, жастарға пайдалануға берілсе деген ұсыныс бар. Зенит мәдениет сарайы қазір уақытта Зенит зауытын білесіздер. Ол Қазақстан инжиниринг компаниясының қарамағында. Бір топ зауыттар бар, оның ішінде бізде 3 зауыт. Ол Омега, Зенит, Гидроприбор. Қазақстан инжиниринг компаниясы. Сұрағыңыз өте орынды, жастарға қажет. Бұл жерде артистер келсе барып алады, зал үлкен, қыста салқын ол жерде, сыртқы киіммен отырады, бұл проблема бізге белгілі. Әрине бұнымен біз тығыз айналысуымыз қажет. Жастардың әлеуметтік жағдайы да назардан тыс қалмады. Былтыр болашақ бағдарламасы бойынша облыста 17 маман білім шыңдаған. Болашақтың түлегі саналатын қала басы да жастардан ақыл кеңесін аямады. Қала әкімінің есебінен көңілде жүрген көп сауалға жауап алдық дейді оралдықтар. Ардақ Мұратқызы, Нұрлан Идиев, Нұржан Ғимранов, Қазақстан, Орал.